Сәкен Сейфуллин атындағы Жаңаарқа аудандық тарих-өлкетану музейінің ұжымы Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына орай ақынның Сәкен Сейфуллинге арнаған өлеңі Сәкен тойына. Өзің бе, өзің ғажапсың, от кешкен алғаш азатсың, халқыңа келген азатсың. Тап жалуынан ушалып, өшіңде кеткен қазақсың. Тар жол тайғақ кешуді кешіп өткен қазақсың, есіл өткен қазақсың. Сойылдыға соқтырмай, қарулыға аттырмай, арашалағы жұртыңды алпау отқа аттың жай. Неге жұртыңды, неге кеттің тақтырмай, айырылып қалыппыз күрәш салған гәккудай. Өзің жазған аққудай, күрсініп жанаға, сен жоқ деген сөздестік. Жылдар салып араға, ақыры біз кездестік, сендей қорған анаға. Зәру болған кездестік, ақыры біз кездестік. Ақыл кіріп сол жастар, аға болды жол бастар. Жалауынды жыққан жоқ, қызыл сұңқар жолдастар. Өзінде ұстап жол басқан, өз отанын қорғасқан. Жалғасуда бізбенен өзін жазған зор дастан. Көсегесі көгерген, көбірісқа кенелген, өзін жұртқан түзімді өз көзінен көрермен, қайтайын алып келермен. Мынау қазақ даласы, Алтай арқа арасы. Алатау мен Атырау тойлап жатыр қарашы, естисің бе ағасы? Бүкіл қазақ баласы сені еске алып ағасы. Думандатты қарашы, аспанынан нұр тамған, сені еске алып тұр таулар. Айқай қызыл сұңқарлар, пай-пай дүл-дүл тұлпарлар. Ортаға алып Сәкенді, жас қазақтың ұранын, жанарта бір шырқандар.